Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма ұмытпай тіркеліп, лайк, комментарий қалдырсаңыздар. Бүгін мен сіздерге өте керемет жаздың ыстық күнінде таптырмас сусын, бестік шайының орнына да іше беретін керемет ашытпаны бөлісетін боламын. Бұл ашытпа ерекше, яғни бұны ерекше етіп жасадым, сондықтан көрулеріңізді сұраймын. Ол үшін біздерге арпа қажет, яғни перловка дейді ғой. Сол перловканы аламыз, оны кез келген дүкендердің сөрелерінен таба аласыздар. Мен перловканың 800 грамм деп жазылып тұр екен, оның 400 граммын қостым, яғни тең жартысын. Оны газымыздың үстіне қойып, үстіне су бетін жауып қойып, міндетті түрде 30-20 минут қайнатамыз. Мен бұны кешкі уақыт жасап жатырмын. Енді осыны мен бір түнге қалдырамын. Өзі жаңағы суды бойына сіңіріп, осындай өзі пісіп шығады. Бұны еш бір сағат, 2 сағат қайнатудың қажет жоқ. Осылай бұқтырып қойсаңыздар болды. Енді мен оны үлкен ыдысымызға салып алдым. Үстінен суық суымызды құямыз. Кез келген суық суды пайдалана беремін мен. Жаңағыда қайнатылған суды мұздатып қою деген жоқ. Кәдімгі мен крандағы судан пайдалана беремін. Енді оны үстіне су құйып, осындай сұйықтау етіп жасау керек қой, негізінде осындай сұйық етіп жасаймыз. Енді осы массамыздың үстіне жаңағы айраннан қосамыз. Айранды мен көрткенде 1% тебем ғой, енді кез келген проценттен қолдана берсеңіздер болады, ол міндетті емес. Енді оны үстіне мен бірақ айранды мен міндетті түрде түңгілік шарып қоямын. Сол кезде өзі айран быжып ашып тұрады, сол кезде сіздердің ашытпаларыңыз керемет болып шығады. Енді үстінен осы айранымызды құямыз, бүкілін құйып жібереміз. Міндетті түрде сұйықтау болса, ол сіздердің жаңағыдай сусындарыңызды басатын болады. Бірақ енді маған осы түрі ұнады, өте керемет сусын екен. Маған бұны жеңгем үйреткен. Алдында мен көбінесе күріштен жасаушы едім, мен бұны енді осы жүгеріден жаңағы перловкадан жасайтын болдым. Енді керемет болып шықты, прямо енді сөліңізді басатын керемет сусын. Жаңағыда қоюлау болса, үстінен міндетті түрде су құйып, осылай сұйық етсеңіздер болады. Менің видеомды қолдап, соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде осыны жасап көріңіздер, керемет сусын. Ашытпамыздың түріне қарасаңыздар, өте керемет болып шықты. Жаздың осы нағыз ішетін сусындар. Осы тәсілмен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.